ал ендеше бастаймыз. Так, мен қазір запись экранын қосайын. Ең бірінші біз телефон настройкасын үйренеміз. Мына жерде iOS шығады және Android шығады. Екі форматта да телефон настройкасы шығатын болады достар. Түсінікті ма? Так, кеттік көрейік. Қазір мен қосайын. Так, бірінші звукын қосайық. Все, кетті. Мен қазір синхронда жіберейін. Мынаны бүйтіп істегенде мен сіздерге кейін не үшін екенін түсіндіремін достар. Пока что оған мән бермеңіздер, кейін түсіндіремін не үшін екенін. Так, бастан кетті. Так, iPhone-ға кіреміз. Мына жерде тоже параллельно Android платформасында болады, тоже телефон настройкасы жүріп тұратын болады. Настройкаға кіреміз. Настройкаға төмен қарай түсеміз да. Енді осы жерде камера деген бар. Камераның ішіне кіргеннен кейін, бұл жерде сіздерде по умолчанию сіздерде көп 90% iPhone бар адамдарда сетка деген өшіп тұрады. Сетканы қосамыз. Бұл не үшін керек екенін түсіндіремін. Одан кейін запись видео деген кіреміз да. 1080 және 60 кадр деген кіреміз. Осы жерде 1080 және 60 кадрды қосуымыз керек. Бұл не үшін бұлай қосамыз? Қазір түсіндіремін. Так, осыны бірінші қойып алайық. Так, одан кейін замедленный видео, оны кейін түсіндіремін. Ол жерде қатты аса маңызды емес. Ең басты сіздерге екі настройка, ол жерде яғни сетканы, галочканы қою. Одан кейін запись видео деген жерге телефон камераның разрешениесін туралау керек. 1080 және 60 кадр. Так, давайте, сетка деген не? Кез келген салада фото болсын, видео болсын, барлық жерде любой бір профессиональный бір фотограф бола ма, ол профессиональный видеомейкер бола ма, кино түсіре ма, там клип болмасын, барлық жерде именно осы ережені қолданады. Егер де бұл ережені қолданмасақ, онда ол болатқан кадрдағы болатқан именно главный рөлде ол жерде кім тұр, объект кім, субъект кім, то есть бұл жерде кім туралы болып жатыр да, или немесе қандай бір предмет тұр, оны біз көрсете алмаймыз. Именно осы ережені сақтау керек. Бұл жерде бізге көмектесетін ана сетка болады. Мынау телефон экраны, мынау тігінен тұрған форматта, мынау көлденең тұрған форматта. То есть сіздерде Android болсын, iOS болсын, осы сетка деген галочканы қойғаннан кейін сіздерде камерада мынандай бір сетка пайда болады. Қазір мен камераны қосайын. Нерде міне? Мынандай линиялар пайда болды. Осын көріп тұрсаңыздар. Көрініп тұр ма? Бай сегуді болады, үш түрсеңіздер болады, немесе осылай түсіруге болады, Так, пока қойып қоямыз. Бұл не үшін керек? Яғни бізге бұл сетка предметті съемка болған кезде, адамды түсірген кезде, табиғат түсірген кезде, бір пляж болсын, су болсын, көл болсын, өзен болсын, именно осы линияларға қатынасты әдемілеп композиция істеу үшін, дұрыс түсіру үшін, именно біздің картинкамыз көзге бір жағымды көріну үшін, сол үшін осы сетканы қолданамыз. Яғни бұл жерде бізде композиция деген мағынаны білдіретін осындай бір термин пайда болады сетка арқылы. Мысалы, сіз адам түсіретін болсаңыз, например, мені қазір камера түсіріп жатыр, осы жерде мен камера түсірген кезде, менің артындағы фон неважный болатын болса, то есть қатты маңызды емес, бұл жерде ең бастысы менің түрім, яғни мен сөйлеген сөздерім маңызды болатын болса, мені, то есть мен басымды, мен иығымды именно вот мына жерге аламыз. То есть егер де ол мынандай көлденең форматта түсірілетін видео болса, мысалы мынау адамның басы болады, енді жерде там иығы болады. Міне. Артындағы фон маңызды емес. Мен жақта фондар маңызды емес. Тоже сол сияқты, мысалы сіздер ертең кейін продающий сторис түсетін болсаңыздар, тоже орта қалсаңыздар болады. Мына басы болады, мына жерде иығы болады. Примерно осы қаласыздар. Ал егер де сіздерге артындағы фон маңызды болатын болса, так, мына қазір өшіріп жіберейік. Мысалы сіздер бір тауда жүрсіздер. Көл сайы болсын, там, не знаю, медеуде жүрсіздер, артындағы фон маңызды болып, және артындағы фонды көрсеткіңіз келіп, және сол тұрған адам, объект сол тауда тұрған екенін білдіру үшін, әдемі бір композиция болу үшін, біз адамды всегда бір шетіне аламыз. Либо оң жақ шетіне, либо сол жақ шетіне аламыз. Яғни, мына жерде таулар пайда болады мынандай. Бүйтіп қалған бір, адамды уже біз мына жерге аламыз. Мына жерде бір таулар пайда болады, таулар болсын. Адамның басы мына қиылысқан тұр ғой, мына қиылысқан жерге. Міне, осы жерге басын осы жерге аласыз, примерно иығын осындай аласыз. Яғни сізде мына жерде сіз адамды көрсетіп тұрсыз, және адам қай жерде тұрғанын, артында табиғаты да әдемілігін көрсетіп тұрсыз. Егер де сіз сторис форматын түсірсеңіз, яғни тігінен болса, онда мына жағына немесе мына жағына аласыз. Мына жақта жаңағындай бір артында фондар болатын болады. Яғни бұл дұрыс композиция деген мағынаны білдіреді. Екінші, яғни ол адамды болса, енді біз көрейік қандай бір форматты алайық. Мысалы, бір пляж алайық. Бір теңіздің жағасы болсын, Теңіздің жағасы болатын болса, так, тігінен қазір бірінші суретін саламыз.
мына жерге мен сіздерге примерлар көрсетіп қоямын, теңіздің жағасында қалай дұрыс алынғанын, иә. Бірақ мына жақта пока схематичный болады. Мына жерде кадрлар шығатын болады. Так, мына сетка. И предположим, бізде мынандай картина бар. Так, қызыл. Мысалы, мынау тұрған көлдің жағасы, енді мен художник емеспін по идее. Мына тұрған бір көлдің, теңіздің жағасы болып тұрса, мына жерде бір тал тұрады, например, бүйтіп қалған. Иә, мына жерде тал тұрады. И мына жерден, мынау тұрған пляж. Мынау тұрған там көл болсын, иә, мына. И примерно пейзаж выкатываем, иә. Мына жақ закат болып отыр, мысалы. Примерно осындай бір картина болатын болса, яғни бізге именно мына жерде, мына қиылысқан жер бар ғой. Осы жерге мынау тұрған мына өзеннің жағасын аламыз. Жаңағы теңіз болсын, немесе және көлдің жағасын аламыз. Яғни ол жерде бүйтіп тұру керек міне. Бізде бүйтіп былай болу керек. Примерно осындай композиция аламыз. Мына су тұрған бізде мына уровеньде болатын болды мына. Мына жерде біз су болатын болады. Кім мысалы батыс жақта тұрады, кімнің қасында мысалы өзен бар, көл бар. Примерно именно осы ережемен алып көріңіздерші, сізде керемет дүние пайда болатын болады. Неде жаңағында судың несі, судың отражениесі, и мына жерде тал. Тал именно мына жерге тұру керек міне. Көрдіңіздер, именно мен барлық жерде мына қиылысқан жерді алдым міне. Мына жерде қиылысқан, мына жерде қиылысқан, мына жерде қиылысқан. Яғни сіздер осы жерді объекттерді именно осы фокусқа алатын болсаңыздар, сіздердің видеоларыңызда немесе бір суреттеріңізде өте керемет бір сапалы, көзге тартымды қарай беретін бір картина немесе видео айналатын болады. Түсінікті ма? Яғни бұл правила 3 деген осы. Одан бөлек, то есть мен сізге екі түрін көрсеттім. Енді бұл жерде екі адам бар, иә, мысалы, екі адам бір-бірімен сұхбаттасып жатыр. Оны біз қалай аламыз? Мысалы, мынау горизонтальный түрі сеткаға бөлеміз. Екі адам бір-бірімен сұхбаттасып жатыр. Егер екі адам бірдей кадрда болатын болса, екеуі де бірдей маңызды болатын болса, онда сіздер былай аласыздар. Адамның басы мына жерде, біреу, екіншісі мына жерде. Түсінікті ма? Сізде ортада мысалы мына жерде бір картина немесе бір текстер шығуы мүмкін. Соңғы осы мен алдында екі апта бұрын бір видео істегем, шоу тим дегенмін. Ақерке ханым екеуміз жасағанбыз. Мен именно осы композициямен, яғни осы правила 3-ді қолдану арқылы, даже сіздерге мен сторисқа бөліскем, запись экранмен қалай жасағанымды барлығын. Егер де сіздер сол уақытта мән берсеңіздер, осы сіздің естеріңізде бірден түсетін болады. Көбісі қателеседі, олар былай жасайды. Екі адам отыр, мысалы, мынау правила 3-де болатын болса, мына жаққа бір адам отырғызып қояды, мына жаққа бір адам отырғызып қояды. Мына жақта там өзімен өзі бір пустой пространство тұрады, ешқандай пайдасы жоқ. Яғни бұндай болмау керек. Бұлай жасау дұрыс емес. Түсінікті ғой? Так, одан бөлек тағы да қалай алуға болады? Мысалы, сіздер екі адамның бір-бірімен болып жатқан бір сюжетный болсын. Ана жерде сұхбат болды, интервью болды, енді бір сюжетный бір ролик болсын, иә? Екі адам бір-бірімен бір диалог болып жатыр, там қалайсың анау мынау, там киноға барамыз ба деген сияқты бір сюжеттер болып жатса, ол жерде де былай алуға болады. Так, нам пока бүйтіп қойын. Сіз қоямыз. То есть кез келген кино, кез келген видео именно осы правилаға сәйкес келеді. Мынау тұрған адам басы, примерно былай тұрады да, бірақ мына жерде кішкене размыты болады. Размыты деген расфокус болады. Қазір телефонды көрсетсем қалай істеу керек екен. Мына жерде кішкене размыты болады. Мынау тұрған адам арт жағына кішкене крупный план болып тұрады. Былай тұратын болады. Мынау главный объект. Мынау тыңдап жатыр, мынау сөйлеп жатыр. Немесе наоборот болады. Тоже керісінше болған кезде, екеуі орналасқан кезде, мынау мынаған келеді, мынау мынаған келеді. Сол кезде мынау крупный планға түседі, мынау артындағы тұрған кішкене артқа тұратын болады, расфокуста болатын болады. Фокусты жасау үшін телефонда, так, запись экран қосылып тұр. Мысалы, былай алатын болсам, мына жерде фиксация, экспозиция, фокуса деген бізде iPhone-да бар, және ол Samsung-да ол экспозиция деген бар, бірақ бұны фиксация істемейміз. Экспозиция деген, мысалы, сіз даланы түсіріп кетасыз да, и бірден бір помещение кірсеңіз, телефоныңызда тұрған видео бірден қараңғы болып кетеді. Немесе сіз помещениенің ішіне тұрып далаға шығып кетсеңіз, видео түсіп отқан кезде бірден жарық болып, бір пересет болып кетеді. Соны моменттерді бізге болдырмау үшін, мысалы, терезе болатын болса, сіз біріншіден мынау жарық тұр ғой, қазір көріп тұрсыздар, экранның жарықты, мынау жерде тұрған мына. Осыған бірінші біз ұстап аласыздар, қойып аласыздар, мына бүйтіп плавать етіп тұрады. Samsung-тың бір минусы именно осылай бүйтіп тұрады, постоянно фокус бүйтіп тұрады. Сіз бірінші ұстап аласыз фокусты, қолмен ұстап тұрасыз.
кішкене ұстап тұрған кезде бізден андай сары жазу пайда болады. Фиксация, экспозиция, фокус дейді. Яғни сіздер осыны ұстап қойып қойсыздар фиксацияға, и одан кейін барып уже видео түсіресіздер. Мен барлық видеоларымда именно осыны қосып қою арқылы ғана түсіремін. Егер де мен бұны қоспасам, менің видеом бірден сапасы шығады. Сол себептен менің видеоларымда басқа видеоның айырмашылығы осы деп ойлаймын, негізінде білмеймін кім қалай қолданатынын. Так, осылай қолданасыздар. Мысалы, міне правило 3 бойынша сетка тұр. Мына адамға басып қоямыз. Неде фокус пайда болады менде. Қасына фокус, қолыма фокус алайын. Міне мен қолыма фокус алдым. Мына отырған адам ар жағындағы оған расфокус, яғни оған кішкене бір размытый болып тұрады фон. Түсінікті ма? Енді осылай түсіресіздер. Екеуін орналасқан кезде қайтадан мынаған уже қосып қойсыздар да, мынау былай түсіретін болады. То есть екі адам диалогы болатын болады. Мына жерде видеода мен отдельно шығаратын боламын. Осы именно екі адам отырған кезде бір-бірімен қалай фокус алу керек, бір-бірімен қалай расфокус алу керек, соны түсіретін боламын. Ол алдағы уақытта оны петличканы тағу, стабилизациямен жұмыс, штативті қалай дұрыс қою керек, оның барлығын сіздерге үйретеміз. Бүгінгі сабақта біз ең бастысы осы фундамент үйренуіміз керек, қалай түсіру керек, қай ракурстан алу керек, соны үйренеміз. Ал монтажды бүгін істемейміз. Монтажды примерно біз 4-5 сабақтан бастап жасаймыз. Себебі оған дейін біз бірінші основасын біліп алмасақ, бізге монтаждың ешқандай пайдасы тимейді. Түсінікті ғой, сетка деген не, композиция деген не, правило ТТ деген не, осының бәрін уже біз түсіндік деп ойлаймын. Жақсы ма? Ал онда келесі бір тақырыпта кездескенше.